Так, келесі 9-да 3 тепе-теңдікті дәлелдеңдер дейді. Яғни мына екеуінің қосындысы мынаған тең екенін дәлелдейміз. Ол үшін бірінші мына қосындыны есептеп алайық. Яғни бөлек жазып алайық. С 8-де 4 плюс С 8-де 3. Мына формулаға саламыз. Өте оңай есеп, қорықпаймыз, достар. Так, бірден формулаға салайық. 8-дің факториалы болады, формула бойынша. Мына жерде 4-дің факториалы болады, 8 минус 4-дің факториалы болады. Так, қалай шығып жатырған түсініп жатырмыз ғой, бізде n дегенім, мына n дегенім 8-ге тең, значит 8-дің факториалы. К дегенім 4-ге тең, значит мына жерде 4 болады. Мына жерде 8 минус 4 болады. Сонда жаңағы 4-дің факториалы шығады. Плюс дейміз, екінші формуланы тоже ашып жіберейік. Мына жерде 8-дің факториалы, мына жерде 3-дің факториалы, мынау 8 минус 3-дің факториалы болады. Енді осыны есептейміз. 8-ді пока жазып қоям, 4-ті жазып қоям. 8 минус 4, ол менде 4 болады тоже. Факториалды ұмытпаймыз. Плюс, мына жерде тоже 8-ді жазып қоям, 3-ті жазып қоям. 8 минус 3, ол менде 5 факториалға тең. Енді осыны ашамыз. 4 факториал көбейту 4 факториал, екеу бірдей, сол үшін 4 факториалдан бастап ашайық. Мына 8-ді 4 факториал дейм, и 8-ге шейін не бар? 5 бар, 6 бар, 7 бар, и 8-дің өзі бар. Астындағысын жазып қоям. Қосу деймде келесісін жазам. Мына жерде 3 пен 5-дің үлкені 5. Значит 8-ді 5-тен бастап ашам. 5 факториал дейм, и ар жағында 6 бар, 7 бар, 8 бар. Мына 8-ге дейінгі сандарды көбейтіп жазып аламыз. Астын жазып қоямыз. 3 факториал көбейту 5 факториал. Енді қысқартайық. Мына екеуі қысқарады. Так, мына жерде менде есептегенде 5 көбейту 6 көбейту 7 көбейту 8 дегенім ол менде 1680 болады. 4-дің факториалы дегенім ол 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 деген сөз. Мынау 6, 6-ны 4-ке көтсем 24. Қосамын дейм, мына жерде мына екеуі қысқарады. 6 көбейту 7 көбейту 8, ол менде 336-ға тең. Ал 3 факториал деген 1 көбейту 2 көбейту 3, ол менде 6-ға тең. Так, енді осы жерден 1680-ді 24-ке бөлсек 70 болады. 336-ны 6-ға бөлсек 56 болады. Жауабы 126. Екінші есебі С 8-де 4, С 8-де 3, С 9-да... Ойбай, тұра тұрыңыздар. Мынау менде жауабы шықты ғой, 126. Мына жерден менде жауабы 126 шықты. Енді мынаның мәнін тексеру керек біз ғой. Мынаның мәнін тексеріп, екеуін тең екенін дәлелдеу керек біз. Келесі, яғни С 9-да 4-ті тексерем. Сонда мынау менде 9 факториал болады формула бойынша. 4 факториал, 9 минус 5 факториал. 9-ды жазып қоямын, 4-ті жазып қоямын. 9-дан 5-ті азайтсам, 4 болады, тоже. Ойбай, неге 9-дан 5-ті? 9-дан 4-ті азайтамын ғой. Мынау қате, мына жерде сонда 5 факториал болады. Енді мына 5 факториалдан бастап ашамыз 9-ды, 5 факториал деймін, көбейтемін 6, көбейту 7, көбейту 8, көбейту 9. Астында 4 факториал, көбейтемін 5 факториал жазып қоямыз. Мына екеуін қысқартамын. Так, сонда мына жердің үстін көбейткен кезде бізде 3024 шығады. Калькулятормен көбейтіп көрсеңіздер болады. 4-дің факториалы 24-ке тең. Бағана есептедік, ол 1 көбейту 2, көбейту 3, көбейту 4. Осыны бөлген кезде бізде 126 шығады. Мына екеуі теңесті. Яғни мына тепе-теңдік дұрыс екенін дәлелдедік. Так, енді екінші есепке көшеміз. 8-де 3, 9-да 5, тең болады С 10-да 5 дейді. Так, бірінші мынаны шығарып алайық. Бірден формулаға салайық, 8-дің факториалы, 4-дің факториалы, көбейтемін 8 минус 4-дің факториалы. Қосамын. Мына жерде 8-дің факториалы, мына жерде 3-дің факториалы и 8 минус 3. Қосам, келесі 9-дің факториалы, 5-дің факториалы и 9 минус 5-дің факториалы.
мына үшеуін шығарамыз. Так, бірінші 8-ді мына жазып қояйық. Астында 4-ті де жазып қояйық. 8-ден 4 азайтам, 4-тің факториалы шығады. Келесі 8-ді жазып қоям. Мына жерде 3-ті жазып қоям. 8-ден 3-ті азайтам, 5 факториал. Келесі 9-ды жазып қоям. 5-ті жазып қоям. 9-дан 5-ті азайтам, 4 факториал. Енді ашамыз. Енді қараймыз. Мына екеуі бірдей, 4 пен 4 бірдей. 8-ді 4-тен бастап ашам. 4 факториал дейм. И 8-ге шейін менде 5 бар, 6 бар, 7 бар, 8 бар. Астында 4 факториал көбейту 4 факториал деп жазып қоям. Қосам. Келесін ашайық. Мына жерде 5 үлкен. 5-тен бастап ашайын. 5 факториал көбейту 6, көбейту 7, көбейту 8 дем, я? 8-ге дейін. Астындағысын жазып қоям. Қосам дейм. Мына жерде 5 үлкен. Значит, 9-ды 5-тен бастап ашайық. 5 факториал дейм. Көбейту 6, көбейту 7, көбейту 8, көбейту 9 дейм. Астындағысын жазып қоям. Так, енді қысқартамыз. 4 пен 4 қысқарады. Мына жерде 5 пен 5 қысқарады. Мына жерде 5 пен 5 қысқарады тоже. Так, енді мына жерді көбейтетін болсақ, бұл менде 1680-ге шығады. 4-тің факториалы 24-ке тең. Яғни 1 көбейту 2, көбейту 3, көбейту 4 дегенім 24-ке тең. Келесі мына жерде 6 көбейту 7, көбейту 8 дегенім ол менде 336-ға тең. 3-тің факториалы 1 көбейту 2, көбейту 3, ол менде 6-ға тең. Плюс мына жерде 6 көбейту 7, 8, 9 бір-біріне көбейткенде Так, оның жауабы. Так, мынау менде 4-тің факториалы деген 24-ке тең ғой. Былай есептеп жіберейін. 6 мен 24-ті қысқарғанда мына жерден 4 тең келеді. 7-ні 8-ге көбейткенде 72, 72-ні 9-ға көбейткенде 72 көбейту 9, ол менде 18, 7 9-ым 63, 64, 648. Так, оны 4-ке бөлген кезде 1, 24, 24-ті 4-ке бөлген кезде 6 болады. И мынау 8, 162 шығады сонда да. 126 шығады дегенім. 126 шығады. Так, сонда бізде мына жерден мәні 126 шығады. Так, и сол кезде 1680... Мынаны, короче, калькулятормен есептей қоясыздар, я? Мен мына жерде дайындаған есебінде мына жерін көрсетпей қалыппын. Так, и 1680-ді 24-ке бөлген кезде 70, плюс 336-ны 6-ға бөлген кезде 56, мынау менде 126 шықты, и общий үшеуін қосқан кезде менде жауабы 252 шықты мына жерден. 252. Енді мен мынаны тексеруім керек. С10-да 5-ті тексеруім керек. Так, ол үшін формулаға қоям. Мынау менде 10 факториал болады. Мынау менде 5 факториал. И 10 минус 5 факториал болады. Ары қарай 10 факториал жазып қоям. 5 факториал жазып қоям. 10-нан 5-ті азайтамын. Ол да 5 факториалға тең. 10-ды 5-тен бастап ашам, 5 факториал дем. И 10-ға дейін 6 бар, 7 бар, 8 бар, 9 бар, 10 бар. Мына жерде 5 факториал көбейтемін, 5 факториал жазып қоямыз. Так, мына екеуін қысқартамын. Мыналарды көбейткен кезде калькулятормен 30240 болады. 5-тің факториал дегенім 120-ға тең. Значит, ол 1 көбейту 2, көбейту 3, көбейту 4, көбейту 5 деген сөз. 5 факториал деген осыларды көбейтсеңіз 120 шығады. Мына екеуін бөлген кезде 252 шығады жауабы. Значит, мынау тоже 252 шықты. Мына тепе теңдіктің дұрыс екенін дәлелдеп шығардық.
Так, и соңғы үшіншісі с 6-да 0, 6-да 1, 6-да 2 плюс дейді де с 6-да 6-ға дейін барады, тең болады. Осы 64 шығатынын дәлелдеңдер дейді. Енді бірінші бұны шығатын дәлелдеу үшін мына көп нүктенің орнын ашып жібереміз. Яғни мұны көрдіңіздер ме? Закономерность келе жатыр. 1, 2, 3 и 6-ға шейін барады. Значит, 6-дан 0 дейм, одан кейін 6-да 1 дейм, 6-да 2 дейм, ары қарай 6-да 3, 6-да 4, 6-да 5, 6-да 6-ға шейін жеттік мұны. Тең болады 64. Яғни көп нүктені біз ашып жібердік. Енді қараңыздар. Мынандай тоже заңдылық бар. Мына екеуі бір-біріне тең болады. Неге? Потому что 0-ді 6-ға қоссам 6 шығады. Мына с 6-да 0 тең болады с 6-да 6-ға. Мына екеуі тең. Мына к-лары бір-біріне қосқан кезде, n шыққан кезде екеуінің мәні бір-бірімен тең болады. Келесі мына 6-да 1 мен 6-да 5 екеуі бір-біріне тең болады. Неге? Себебі 1-ді 5-ке қоссам 6 шығады. Келесі 2 мен 4-ті бір-біріне тең болады. С 6-да 2 тең болады с 6-да 4-ке. Мынау өзі. С 6-да 3. Ол өзімен өзі, я? Басқа енді онымен тең болатын мына жерде басқа жаңа көрсеткіш жоқ. Енді осыны шығарамыз. Мына біріншісін шығарсақ болды, жарайды. Мынау оған тең бола салады. С 6-да 0 дегенді формуламен ашатын болсақ 6-ның факториалы, астында мынау 0-дің факториалы, 6 минус 0-дің факториалы. 0-дің факториалы, достар, 0-дің факториалы 1-ге тең. 0 болып кетпейді. Мына асты 0-ге айналып кетпейді. Так, 6 факториал жазып қоям. Мына жерде 1-ге тең. 6-дан 0-ді азайтсам 6-ға тең. Ол значит 6-ның факториалы болады. Мына екеу қысқарады. Сонда жауабы 1. Мына екеуінің жауабы 1-ге тең. Келесін шығарамыз. Мына жерде 6-ның факториалы, мына жерде 1-дің факториалы, 6 минус 1-дің факториалы. Так, 6-ның факториалын жазып қоям. 1-дің факториалы 1-ге тең. Көбейтем, 6-дан 1 азайтам, 5-дің факториалына тең. Мынаны 5-тен бастап ашайық. 5-дің факториалы дейміз. И 6-ға шейін бір сан қалды, 6-ның өзі қалды. Астында 1-ді жазбай қойсақ болады. 5-дің факториалы, мына екеу қысқарады, сонда жауабы 6. Так, келесісі. Көрініп жатыр ғой, келесісі. Мынаны шығарайық. 6-ның факториалы, мына жерде 2-ның факториалы и 6 минус 2-ның факториалы. Так, 6-ның факториалы дейміз. Мына жерде 2. 6-тан 2 азайтам, 4-ның факториалы. Жерде 4 үлкен, сондықтан 4-дің факториалынан бастап ашам 6-ны. 6-ға дейін 5 бар, 6 бар. Астын жазып қоям. Мына екеу қысқарады. 5-ті 6-ға көбейтсем 30. 2-ның факториалы дегені 1-ді 2-ге көбейтем деген сөз ғой. 2-ге тең, сонда 15-ге тең. И мынаны шығарамыз соңғысы. Бұл 6 факториал, 3 факториал, 6 минус 3 факториал. Жазып қоям пока что. 6-тан 3-ті азайтам, 3 факториал. Енді 6-ны 3-тен бастап ашам. 3 факториал дейм. 6-ға дейін 4 бар, 5 бар, 6 бар. Астын жазып қоям. Мына екеуін қысқартам. Так, былай істеуге болады. 4 көбейту, 5 көбейту 6 деймізде. 3-тің факториалы нешеге тең? 6-ға тең, я? Екеуін қысқартып жіберсек, жауабы 20. Так, енді біз мәндерін бәрін тауып шықтық, я? Енді мынаның 64-ке тең болатын білу үшін, мынаның орнына мәндерін қойып шығамыз. Яғни, с 6-да 0 дегенім нешеге тең болды? 1-ге тең. Қоям. С 6-да 1 дегенім нешеге тең болды? 6-ға тең болды. Плюс тем. Келесі плюс. С 6-да 2 дегенім 15-ке тең. 6-да 3 дегенім 20-ға тең. Келесі 6-да 4 дегенім міне. 6-да 4 дегенім 15-ке тең. 6-да 5 дегенім міне. 6-ға тең. И 6-да 6 дегенім міне, ол 1-ге тең. Мынаның бәрін қосатын болсақ, бізде жауабы 64 шығады. Калькулятормен тексеріп алсаңыздар болады.